Сәлеметсіздер ме? Жаңашыл ұстаз 2025 байқауына қош келдіңіздер. Мен Мұрынжырау Сеңгірбекұлы атындағы Маңғыстау жоғары педагогикалық колледжінің информатика пәні оқытушысы. Сіздерге өзімнің шығармашылық жолымның бастамасын назарларыңызға ұсынамын. Өмірдің екі тірегі бар: үйренуден жалықпау, үйретуден аянбау. Дінмұхамед Қонаевтың нақыл сөздерін жадымызда жаттап, өзіміз үйрене жүріп, өзгелерге де үйретіп келеміз. Адам қоғамдық, мемлекеттік барша мүдделер үшін және бүкіл адамзат үшін неғұрлым пайдалырақ болса, соғұрлым кемелдене түседі. Информатиканы оқу білім алушылардың заманауи ақпараттық технологияларды игеруіне ықпал етеді. Студенттер информатика сабақтарында алған білімдерін қолдана отырып, хабарламалар, презентациялар дайындап, тек информатика пәні бойынша ғана емес, сонымен қатар басқа пәндер бойынша да білім дәрежесін арттырады. Ата-аналармен жұмыс педагогтың бала тәрбиелеудегі негізгі қызметтерінің бірі. Отбасы тұлғаның қалыптасуында ең маңызды құндылық. Бұл құндылық дәстүр мен ұстанымдарын сақтай отырып, екінші жағынан жаңғырту үдерістеріне үйлесу керек. Кез келген азамат айналасына сүйіспеншілікпен қарап, мейірімді болу, қоғамға пайдалы іс-әрекетпен айналысып, табиғатты қорғап, қайырымдылық жасап, спортпен шұғылданып, қоғамның бір мүшесі ретінде айналасының аялы, жанға саялы болуына мүдделі. Жаңашылдық педагогикалық процесте заманауи технологияларды қолдану, цифрлық сауаттылықты арттыру, үздіксіз даму, өз тәжірибемді ұдайы жетілдіріп, кәсіби білімімді толықтыру менің кәсіби ұстанымымның негізгі қағидалары. Іс тәжірибеммен алмасу барысында өзімнің әріптестерімді де жаңашылдыққа үйретіп келемін. Өз әдістемелік құралымды жасақтай отырып, сабақтарымда жобалық жұмыс, зерттеу, цифрлық құралдарды қолдану, топтық және жеке жұмыс жүргізу сияқты әдістер арқылы оқу процесін өмірмен байланыстыруға ұмтыламын. Ұстаз тек балаға білім беріп қана қоймай, өзін де шыңдап отырады. Соның бірі кәсіби шеберліктің республикалық конкурсынан шығармашыл педагог номинациясы, облыстық конкурсынан жүлделі бірінші орын және жан-жақтылықты еске сала отырып, әртүрлі сайыстардан жүлдеге ие болып, сонымен қатар бақ беттеріне материал жариялап, өз білімімді шыңдап келемін. Менің педагог ретінде қалыптасу жолым үздіксіз ізденіспен адамға деген ерекше құрметке негізделген.